Ауылға келін болып түскен күн бәрі бақытты бастаған еді. Мен бұл ауылға күлімдеп келін болып түскен күнді ешқашан ұмытпаймын. Үстімде ақ көйлек, қолымда кішкентай үміт. Жаңа өмірге аттадым. Ата орны әке деген сөзге шын сеніп келдім. Енем өмірден ертеректе өтіп кеткен екен. Үйде қайната мен күйеуім ғана тұрады. Ауыл өміріне бірден үйрену қиын болды. Бірақ қайнатам алғашқы күннен-ақ жылы жырай танытты. «Шырағым, үйімізге шырақ боп келдің» деді. Көңілім бір марқайып қалатын. Үй тірлігі, сиыр сау, ошақ жағу бәрін үйрендім. Қайнатам маған үнемі: «Қызым, шаршап қалмадың ба? Тамақ керемет болыпты ғой» дейтін. Мен бәрі жақсы деп күлімсірейтінмін. Бірақ уақыт өте келе бір түрлі көзқарастар пайда болды. Қарапайым сөздің астында өзгеше бір үн естілетін болды. «Сен менің қызымдайсың» деген сөз бұрынғыдай мейіріммен емес, әлдененің бүркемесі сияқты естілетін болды. Алғашында өзіме сенбедім. Мүмкін мен артық ойлап жүрген шығармын дедім. Бірақ сезім алдамайды екен. Бір түн күйеуім жұмыс бабымен қалаға кеткен болатын. Балалар кішкентай, ұйықтап жатқан. Мен де бөлмемде жатқанмын. Есік сықыр етті. Жаймен ғана ашылып, босағада үнсіз біреудің көлеңкесі тұр. Ол қайнатам еді. Ештеңе деместен қарап тұрды. Сол үнсіздік менің ішімді мұз қылып жіберді. Бірнеше секундтан соң есікті жауып кетті. Бірақ сол сәт бәрін өзгертті. Ішім алай-дүлей, кеудемде бір үрей бар. Бұл жай ғана көзқарас емес екенін жүрегім сезді. Бірақ не істемекпін? Айтсам кім сенеді? Бұл менің үнсіздікпен күресімнің басы еді. Менің қорқуым, сенім мен үміттің шайқалған сәті. Алда не боларын білмеймін. Бірақ мен бұл сезімді жеңе алмаймын. Сол түні менің ұйқым бұзылды. Тек денем емес, жанымда дірілдеді. Есік сықыр еткен сол сәт жүрегімде күмәннің қақпасын ашып кетті. Қайната жай ғана қарап тұрған болуы мүмкін. Мүмкін, бірақ неге түнде? Неге үндемеді? Неге көзінде бөтен бір жылт бар еді? Таң атып үй тіршілігі басталды. Бәрі бұрынғыдай сияқты. Қайната әдеттегі жылы қабақпен: «Қызым, шай дайын ба?» деді. Мен қолыммен дірілдеген сезбедім де. Бірақ қалыпты. Бірақ менің ішімде бірдеңе өзгерді. Мен енді сол үйде өзімді қауіпсіз сезінбедім. Күйеуіммен сөйлескім келді. Бірақ ол қалада, іс-сапарда. Телефон арқылы ондай әңгіме айту әрине мүмкін емес. Одан сайын өзімді жеуге көштім. Бәлкім мен шын мәнінде артық кетіп жатқан шығармын. Қарт адам ғой, бәлкім басқа ниет жоқ та шығар. Бірақ жүрек алданбайды екен. Кешке қарай ол мен отырған бөлмеге кіріп келді. «Тамаққа не бар?» деді. Артық ештеңе айтпады. Бірақ көзі менің бетімнен таймай тұрды. Сол сәтте мен үшін бір қарапайым сұрақ емес, бақылау, басыну, сынау сияқты сезілді. Мен басымды изеп ас үйге беттедім. Артымда оның көзі қадалып тұрғанын анық сездім. Үнсіз, салқын, мейірім жоқ. Бұл көзқарас бұрынғы қызым деген мейірімді жанар емес еді. Түн. Балалар ұйықтап қалған. Ал мен бөлмемнің есігін іштен жауып қойдым. Ішімде үрей. Терезеден сыртқа қарап не істейтінімді білмеймін. Ешкімге айтуға батылым жоқ. Ешкім сенбейді. Сол кісі ондайға бара ма деп күлер бәлкім. Бірақ мен сеземін. Бұл жай күдік емес. Бұл әйелдің түйсігі. Ал әйел түйсігі ешқашан алдамайды. Менің үнсіздігім әлсіздік емес. Бұл дауыл алдындағы тыныштық. Мен ешкімге ештеңе айтпадым, үндемедім. Тек жүрегімнің түбіндегі шындықпен жалғыз қалдым. Айтсам не болады?
бір сәтте көз алдыма елестеттім. Күйеуім не дейді? Әкем бе? Жоқ, мүмкін емес. Сен оны дұрыс түсінбеген шығарсың деуі мүмкін. Ауыл не дейді? Әй, сол келін шай құюдан бас тартып, енді қайнатасына күйе жағып отыр деуі мүмкін. Ешкім мені тыңдамайды. Тыңдаса да сенбейді. Ал менің жалғыз жәрдемшім өз ішімдегі қорқынышым ғана. Бір күні кешке қайнатам тамақты үстелге келіп ішпеді. Керісінше мен аз үйде жүргенде үнсіз келіп, қолыңды күйдіріп алма деді. Кәдімгі сөз, бірақ даусында жат бір діріл бар еді. Жақындай түсті. Мен қорқып кеттім. Қолыма ыстық шайнекті ұстап тұрғанмын. Төгіліп кете жаздады. Сол кезде мен дайынмын, жеп ал дедім де далаға шығып кеттім. Түн ішінде аулада отырдым. Аспанға қарап тыныш жыладым. Құдайым, мен не істеп жүрмін? Кімге сене алам? Ішімдегі дауыс кет деп айғайлайды. Бірақ қайда барам? Қалтамда ақшам жоқ. Балалар кішкентай. Бұл үй пана емес, түрме сияқты болып барады. Күйеуіммен телефон арқылы сөйлескенде даусымнан әлсіздік сезілді. Қалың қалай? Әкем жақсы ма? Деді ол. Иә, бәрі жақсы деп өтірік айттым. Сол сәтте мен өзімнен жиіркеніп кеттім. Бірақ мен үндемеймін. Себебі менің шындығым елге жай ғана өсек болып естіледі. Бірақ мен балаларым үшін тұруым керек. Мені ешкім естімесе де, Құдай бәрін көріп тұр. Менің үнсіздігім бір күні шын айғайға айналады. Сол таңғы аязды күні мен оянып кеттім. Кәдімгі күн сияқты еді. Бірақ менің ішімде шешім пісіп жетіліп қойған еді. Балалар әлі ұйықтап жатыр. Үлкенім 4 жаста, кішісі омырауда. Оларды құшақтап тұрып, жүрегім сыздап кетті. Кетемін. Бұл үйде енді қалмаймын. Қайнатам әдеттегідей шай үстінде отыр. Мен ештеңе демедім. Үнсіз балалардың киімін жинап, сөмкеге 1-2 жөргек нан салып шықтым. Есік алдында шыққанда да ол ештеңе сұрамады. Тек қарап отырды. Сол сәтте оның үнсіздігі бәрін біліп, бірақ әдейі жіберіп тұрғандай сезілді. Мен бұл үнсіздікті ешқашан ұмытпаймын. Қалтада бар болғаны күйеуім жіберген 19.000 теңге. Автобуспен қалаға жеттім. Қайда барарым белгісіз. Бір ескі жатақхананың қасында тұрдым. Іші суық, ескі, бірақ ішінде адам бар, үміт бар. Басшылығына кіріп, болған жағдайды айтпадым. Тек жұмыс іздеп жүргенімді, балалармен келіп тұрғанымды айттым. Бастық әйел байыппен қарады да, еден жуатын адам керек еді. Таза істесең, балаңа да қарайтын бұрыш тауып береміз деді. Мен ризашылығымды білдіріп, сол жерде қалдым. Сол күннен бастап мен таңмен тұрып еден жудым. Балаларға ботқа пісіріп, жатақхананың балконында жуындырып, өмірмен күрестім. Үнсіз күрес, жыламай, шағымданбай, тек өзімді ғана сүйреп емес, 2 баланы сүйреп өмірге қадам басып жүрдім. Ауылда не болып жатқанын білмеймін, бірақ ішім сезеді. Келін үйден кетіпті деген сөз желде есіп жатқанын. Қайнатасымен шатағы болған, күйеуі қалада, әйелі еркек көріп жүрген, тамақ істеп шай құюдан қашқан. Бірақ мен үндемеймін, себебі менің шындығым олар үшін ертегі, ал мен үшін бұл тірі тозақтың ізі. Күйеуім іс сапардан келіп, бос үйді көргенде ештеңені түсіне алмады. Балаларда менде жоқпыз, әкесі қабағын түйіп отыр. Не болды деп сұрады ол. Өзінен сұра, менің нем бар еді, бәрін істеп отырған келін ғой, деді қайнатасы қысқа ғана. Ары қарай үндемеді. Күйеуім сенген жоқ. Бірдеңе бар екенін жүрегі сезді. Ол менің телефоныма қоңырау шалды. Даусын естігенде жүрегім сыздап кетті. Бірақ даусым сәл қатқыл шықты. Біз дін аманбыз, жатақханада тұрып жатырмыз. Не үшін кеттің? Әкем не деді саған?
түн ішінде есікті ашып кіріп үндемей қарап тұрғаны не? Жоқ, ол кісі ондай емес, сен қателесіп жатсың. Мен үнсіз қалдым. Мен енді сенің әкеңмен бір шаңырақ астында тұрмаймын. Қаладағы үй болса да өз алдымызға тұрсақ барамын. Бірақ бұл жағдайды ешкімге айтпаймын. Балалар үшін кешір дедім. Ол келді жатақханаға. Мені көргенде өзге бір адамдай боп көріндім. Шаршаған, бірақ ішінен бекініп алған. Балаларын құшақтады. Жылап тұрғанымды білдіргім келмеді. Сол жерде ол қолымнан ұстап, қаладағы жалдамалы үйге көшейік. Әкем туралы ешкімге ештеңе айтпа. Өтініш сенен. Сенің айтқаның шын болса, мен үшін бұл тым ауыр деді. Бірақ сендер менің отбасымсыңдар. Сенсіз мен ешкім емеспін деді. Мен келістім. Балаларым үшін, өзім үшін емес. Жаңа өмір бастау үшін. Бірақ ішімдегі жара ешқашан жазылмайды. Ол тек жабылады. Ал шындық менің жанымда ғана сақталады. Сол күннен кейін біз жаңа үйге көштік. Ал оның әкесі енді жалғыз емес еді. Бірақ бұл жалғыздық өз әрекетінің кесірі еді. Ол үй бұрын у-шу басылмайтын, бала күлкісіне толы болатын. Енді тыныш. Арада 2 апта өткен соң ауылдағы кемпірдің бірін үйіне кіргізіп алды. Ауыл тұрмысты қайта құрды деді. Бірақ ол әйел жай ғана серігі емес еді. Ол бақылаушы болды. Тамақ дайын болса да ұрсады. Ақшасын сұрайды. Үй шаруасын тапсырып, өз ыңғайына бейімдеп алды. Ол кемпір еркекке бағынып емес, еркекті бағындыратын еді. Қайнатамның бұрынғы беделі қалмады. Көше балаларды атаның әйелі ұрсып жүр деп күлетін болды. Ауыл үлкендері алыстан бас изейді, бірақ жақындап сөйлеспейді. Себебі бәрі біледі. Нақты ешкім айтпайды, бірақ бәрі сезеді. Ал өзі түнде шай ішіп отырып, қолындағы шәйнекке қарап қалады. Жылатыппын-ау деп күрсінеді, бірақ дауыстап ешкімге мойындамайды. Іштей ғана жеген азап күннен күнге күшейіп бара жатты. Ол жалғыз қалған жоқ, бірақ шын мағынада ешқашан бұлай жалғыз сезінбеген еді. Баяғына өзіне шай құйып берген келіннің үнсіз көзқарасы енді өмір бойы жанын күйдіретін шындыққа айналды. Таңертең ерте автобус аялдамасында бір шал отырды. Шашы ағарған, иығы түсіп кеткен, көзінде бір үнсіздік. Бұл менің қайнатам еді. Қалтасында азғана ақша, қалаға дейін жетуге жетеді. Бірақ ол қалаға емес, өткеніне бетпе-бет баруға бара жатты. Кешірім сұрай алам ба? Маған ол қарап, жек көріп тұрса не істеймін? Балаларда мені көргісі келмесе. Осындай сұрақтармен жүрген жол оған тым ұзақ болып көрінді. Жатақхананың алдында орындықта отырды. Балалар аулада ойнап жүр. Кенет бір таныс дауыс: Айгүл. Жүрегім дір етті. Бұрылып қарасам, қайынатам. Әбден қартайған. Тіпті 3 айда 10 жылға қартайып кеткендей. Айгүл, мен кешір мені, қарағым. Саған айтпаған бірде-бір сөзім, жасаған бірде-бір ісім ақталмайды. Мен ұлымның жүзін қара жерге қараттым. Өзімде қарадым. Дауысы дірілдеді, көзінде жас. Өмірімде алғаш рет кішірейіп тұрған адам еді. Мен үнсіз тұрдым. Жанымда балам келіп менің қолымды ұстады. Ішімде дау жүріп жатты. Кешірім керек пе, әлде үнсіз жүре берем бе? Мен үндемедім, бірақ балаларға даусыңызды көтермеңіз. Сізбен бір үйде тұрмаймыз. Шын өкінсеңіз, ұлыңызға көмектесіңіз дедім. Ол басын изеді. Менімен емес, Алламен арамыз түзелсе екен деп едім. Сол күні ол жатақханадан кетті. Ешкім артық сөз айтқан жоқ. Бірақ бәрімізге ішімізде үнсіз бір келісім қалып қойды. Кешірім сұрау әлсіздіктің белгісі емес, ол жүректің шын мойындауы. Қала шетінде шағын пәтер, ескі, бірақ біз үшін жаңаша өмірдің бастауы.
Күйеуім таңертең жұмысқа кетеді. Кешке балаларын құшақтап, шәй үстінде ұзақ отырады. Бұрынғыдай телефонға үңіліп отырмайды. Себебі енді ол отбасын шын бағалай бастады. Кейде көзіме қарап, мен сенің жүрегіңе не салғанымды енді түсіндім дейді. Қайынатам ауылда. Ол әлгі кемпірмен бірге тұрмайды. Жоқ, кемпір кетіп қалмады. Өзі шығарып салды. Менің тағдырымды өзім ғана түзей аламын деді. Кейде азық-түлік салып, балаларына киім әкеліп жібереді. Телефон соғып, қарағым, амансыңдар ма деп сұрайды. Сол да кешкен, бірақ адал ілтипат. Балалар өсіп келеді. Үлкені әкесінен сұрайды. Әке, неге біз бұрын ауылда тұрдық, қазір қалада тұрамыз? Атам қайда? Күйеуім ойланып қысқа жауап берді. Себебі біз жаңа өмір бастадық, балам. Біздің шаңырақ қайта көтерілді, бірақ ол бұрынғыдай емес. Енді бұл шындықтың үстіне тұрғызылған шаңырақ. Жалған күлкі емес, шынайы сабыры бар үй. Жағымпаздық емес, шынайы жауапкершілік тұрған отбасымыз. Отбасы деген тек бірге тұру емес, ол бір-бірін түсініп, өткенмен де қабылдай білу.